пешенеге жазылған тағдыр деп жатамыз ғой. Сол пешенедегіні көрмей көрге түспейсің деген де бар. Өзім кейде таң қаламын. Қалай адамдар кездейсоқта қосылып табысып жатады екен. Қызық. Мен де сондай қызық жағдаймен тұрмыс құрғанмын. Жолдасым татар ұлтының жігіті. Біздің некемізге көптеген адам, әке-шешем де қарсы болған. Себебі ол жігітті ата-анам маған тең көрмеді. Біріншіден, ол жігіттің ешкімі жоқ, яғни туыстары жоқ. Оған ол кінәлі емес қой. Бірақ ата-анам бірде-бір туысы жоқ дегенге онша сенбеді. Балалар үйінде өспеген. Ата-анасымен бірге болған, тек ол кісілер қайтыс болған деді. Басқа туыстарымен араласпаған. Екіншіден, білім жағынан теңесе алмаймыз. Үшіншіден, ол әрине қазақ жігіті емес. Қарсылықтардың көп болуы да оның себептері де түсінікті ғой. Педагогтар отбасында дүниеге келгенмін. Әке-шешем ғана емес, менің атам да, әжем де саналы ғұмырын ұстаз болуға арнаған жандар. Әке-шешемізден 5 бала болсақ, соның 4-еуі ата-ананың жолын қуып ұстаздық жолды таңдады. Бірақ неге екенін білмеймін. Менің дәрігер болғанымды қатты қалаған болатын ата-анам. Менің өзімде де ұстаздыққа қызығушылық болмады. Дәрігерлікті жаным қалап армандаған мамандығым болды демесем де, мұғалімдік екеуін салыстыра келе, жаныма аз да болса сол жол жақын еді. Нақты айтар болсам, мен стоматолог мамандығын таңдадым. Мектепті бітірген соң медициналық білім алу үшін қаладағы университеттердің біріне құжаттарымды тапсырдым. Сөйтіп, ата-анам да мені қолдап медициналық білім алдым. Тұрмысқа шығуға өзімде асыққан жоқпын. Алдымен оқуымды аяқтап алайын, одан кейін 1 жыл болса да жұмыс істеп өз жолымды бір ізге салып алған соң ғана тұрмысқа шығамын деп ойлайтынмын. Анам да мен үшін уайымдайтынын білдіретін. Тіпті менен кейінгі 2 сіңілім тұрмысқа шықты. Олардың бақытты болғандарын қалаймын. Бірақ анам, өзіңнен кейінгі 2 сіңілің де тұрмысқа шығып кетті. Ол сенің жаныңа батады ғой. Мені күтпеді, менің жолыма қарамады деп өкпелеме. Саған да кезінде ақылымызды айтып тұрмысқа шық деп асықтырғанмын. Ол да осылай көңілі босап отырмасын деген ниетпен айтылған еді. Әлі де өз бақытыңды табу кеш емес. Өзіңнің қалағаныңдай етіп ұзату тойын жасап береміз, деп анам менің қамыққан көңілімді алуға тырысатын. Алайда мен шынында да ол туралы ойламайтынмын. Менің бар ойым, бар мақсатым жұмысым еді. Басында соншалықты қызығушылықпен түспеген мамандығымды мен бар ынта-шынтаммен жасайтын болдым. Өйткені адамға әдемі күлкі сыйлау, оның қуанғанын көру мен үшін бақыт еді. Тіс адамның көркі ғана емес, денсаулығының да кепілі ғой. Сондықтан мен алдыма келген әрбір пациентке барынша сапалы қызмет көрсетуге тырысатынмын. Осының арқасында болар, кез келген адам өз денсаулығы үшін, басқа да қажеттіліктері үшін білікті маман іздейді ғой. Осылай елдің алғысына бөленіп, жұмысым алға басып, одан кейін мен клиникамды ашуға да мүмкіндігім келді. Әрине, мұндайда ата-анам мақтанады ғой. Менің қызым осындай жерде өзінің жекеменшік клиникасын ашып алды. Соған барып көрінсеңдер болады деп ауылдағыларды да осында жібере бастады. Әрине, ауылдастарымды құшақ жая қарсы аламын. Қызметім қажет болса ұсынамын. Осылай жүріп, жасым 28-ге келді. Үйдегілер тұрмысқа шық деуін қоймады. Ал мен тұрмысқа шығу керек екен деп кез келгеннің етегінен ұстап кетпесім белгілі. Солай жүріп, жасым 30-дан да асты. Бір күні әдеттегідей өз жұмысымда отырғанмын. Маған келетін адамдар алдын ала кезекке жазылу арқылы қабылданатын. Ал сол күні
сізді шыдатпай ауырып тұр деп келген бір жігітті кезексіз қабылдауға тура келді. Содан ауырып тұрған сізін емдеп бердім. Бірақ ол бір рет емес, одан кейін тағы да емге келуі керек болатын. Мен оны мына күні келесіз, бұлай күтінесіз деп түсіндіріп жібердім. Кейін екінші рет емге келді. Толықтай емдеп шығарып салдық. Одан кейін арада тағы бір апта өткен соң тісім ауырды деп тағы келді. Тексеріп көрдім. Мен маманмын ғой, оның енді жалған екені көрініп тұр. Ол тісім ауырып тұр дегенді сылтау етіп келіп тұр. Тағы бір рет байқап көріңіз, тісіңіз сау. Егер тағы да ауырып жатса, сол кезде келіңіз деп шығарып саламыз. Ол қайтадан келеді араға біраз уақыт салып. Одан кейін көшеде кездесіп қаламыз. Солай көз таныс болып қалғандықтан бір-бірімізбен әңгімелесетінбіз. Сонда мен ол жайлы біраз нәрсеге қанық болдым. Ол тісім ауырды деп маған жиі келетінін шынында да өтірік айттым деді. Сол кезде менің тісім ауырмаған. Тек қана сізді бір көріп кету үшін, сізбен дидарласып сөйлесу үшін баратынмын. Өйткені менің жаныма жақын адам сіз болдыңыз. Жақындарымнан жанымда ешкім жоқ. Ата-анам өмірден өткен. Отбасын құрған едім, ол сәтсіз болды. Сырлас адам қажет болып жүрген еді. Ең алғаш тісім ауырып сізге келгенде, мен сізді көріп, өзімнің анамды көргенде болдым. Көп құраларыңыз менің анама ұқсайды. Солай жабырқап жүргенде, анамды сағынып жүргенде, сіздің клиникаңызға қалай барып қалғанымды да білмей қалушы едім. Алдыңызға кіргенде өтірік айтуға мәжбүр болдым. Ол үшін мені кешіріңіз. Сізбен осылай сөйлесіп, шерімді тарқатып тұруыма бола ма деді. Осылай деп ол қиылды. Менің оған жаным ашыған шығар. Бәлкім мен де оны жаныма жақын тартқан шығармын. Екеуміздің әңгімеміз жарасатын еді. Ол дәнекерлеуші болып жұмыс істейтін. Алған білімі жоғары емес, орта білім. Сонда да адамның көзі байланып қалса, басқа ештеңені де көре алмайды екен. Бәлкім оған жаным ашыған болу керек. Өмірде жолы болмай жүргенін айтып, бір кездері ішімдікке салынғанын да тілге тиек етті. Неге екенін білмеймін. Менің осы жігітке көмек бергім келді. Наркологиялық диспансерде есепте тұратынын да жасырған жоқ. Сонда менің ойым, қандай жақсы жігіт. Тек қана оның жанында ақыл айтатын, қолдау білдіретін ешкімі болған жоқ қой. Сондықтан ол жұбанышты осы жолдан іздеген шығар. Қазір өзі де қателік жасағанын мойындап өкініп отыр. Бәлкім бұл жігітті бекер жолықтырмаған шығармын. Менің тарапымнан бұл жігітке көмек керек шығар деген ой болды. Осы ой басыма келгелі мен тыныштығымнан айрылдым. Осы жігітті емдетіп, толықтай есептен шығарып, тіпті тұрмысқа шықсам да ол қуанар еді деген ой келгенде өз ойымнан өзім ұялдым. Бірақ менің жасым 30-дан асып барады. Ата-анам, кімге шықсаң оған шық, тек қана уақытыңды өткізіп алмай, тұрмыс құр, бала туың керек. Әйтпесе өмір бойы етегің жасқа толып өтеді дей берген соң, ол да әсер еткен шығар. Солай ол жігітпен жиі жолығып тұрдым. Ол арасында сырасынан ұрттап келетін. Мен сонда да бас тартпай оны адам қатарына қосамын деген өзімнің мақсатым болған соң қашпадым. Ол маған ғашық болып қалғанын, бірақ жүрегіндегі сезімін айтуға қорқып жүргенін, мен егер оның ұсынысын қабылдамасам, осы күнімнен де айырылып қаламын ғой деген қорқынышы болғанын да жасырмады. Мен оны анда-мында сүйреп, таныс дәрігерлеріме ертіп апарып, емдетіп жүргенімде маған таң қалған таныстарым көп болды. Не істейсің, Гауһар? Мұндай адамды.
Саған кез келген жігіт қарайды ғой. Наркологиялық орталықта талай рет жатып шыққан. Есепте тұратын адамды емдетіп, тағы оған тұрмысқа шығам деп отырсың ба? Кеш болмай тұрғанда райыңнан қайт деп ақылын айтқан адамдар да болды. Мен ешкімді тыңдамадым. Ата-анам да сен оқыған жоғары білімді дәрігерсің, ал таңдаған адамың өзіңе тең емес. Адамды кемсітіп жатқаным емес, бірақ күні ертең араларыңда түсініспеушілік туындап жатса, мұндай мәселе міндетті түрде көтеріледі ғой. Ойлан қызым деп сонша шырылдады. Ал мен өз таңдауымды жасадым. Ата-анам не десін, таңдауымды құрметтейтінін, бақытты болғанымды қалайтынын айтты. Солай мен 31 жасымда осы жігітке тұрмысқа шықтым. Екеуміз мешітке барып некемізді қидырдық. Оның туыстарынан ешкім жоқ, тек 1-2 досы болды. Біз той жасамадық. Өзімнің үйім бар еді. Сол үйде екеуміз ерлі-зайыптылық өмірді бастадық. Арамызда бала болды. Қызымды босанған соң мен үйде отырдым. Ол отбасымызды асырау керек болғандықтан вахталық жұмысқа кететін болды. Қызым 6 айлық болғанда мен жұмысқа шығу туралы шешім қабылдадым. Ал күйеуім менің жұмысқа шығуыма қарсылық білдірді. Ал мен өзім ашқан клиниканы басқаруды уақытша басқа адамға тапсырғанмын. Келісілген мерзім аяқталған. Оны да ескерттім. Солай сөзге келіп қалдықта, мен оған ренжіп, онда өз өміріңді өзің сүре ғой, мен жұмысымнан бас тартпаймын дедім. Ол да қырсықты. Мен де келмеймін ендеше. Саған отбасы керек болмаса, маған да керек емес деп ашуланды. Өзі айтқандай 3 ай келмей қойды. Мен әрине оны сағынамын. Қанша дегенмен барлығына қарсы тұрып, осы адаммен ғана бақытты боламын деп тұрмыс құрып едім ғой. Ол қызымның әкесі бір жағынан. Кейін 3 ай өтіп өзі келді. Арып ашып, азып тозып кеткен. Жаздым, жаңылдым. Менің сендерден басқа ешкімім жоқ екен. Басыма қонған бағымды бағалай алмаппын. Оны ұшырып ала жаздаппын деп тізерлеп отырып кешірім сұрағанда, тағы да бастапқыдағы аяушылық оянды. Қазір шүкір, арамызда барлығы жақсы. Махаббаттың күшейе түсуі үшін, бір-бірінің қадіріне жету үшін кейде осындай алшақтықтың да әсері болады. Соңы